Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын берекелі пирог дайындаймыз. Әсіресе үлкен отбасыларға шаймен ішкенге дайындауға өте ыңғайлы. Барлық үйден табылатын өнімдерді пайдаланамыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все дегенді таңдап қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны және 250 грамм қантты салып, жақсылап араластырамыз. Сосын 300 мл айран және 130 мл өсімдік майын құйып, тағда араластырамыз. Шамамен 260 грамм ұн және 18 грамм қопсытқышты араластырып, жаңағы қоспаға саламыз және жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде мұқият, түйіршіктері қалмайтындай етіп, бір келкі етіп араластырыңыздар. Біздің қамырымыз осындай консистенцияда болып шығу керек. Егер қаласаңыздар, мейіз қоссаңыздар болады. Бұл әрине маңызды емес. Менің кіші ұлым мейіз қатты ұнатады, сондықтан мен қостым. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырымызды осы формаға құямыз. Және алдын ала қыздырылған 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз да дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Қазір кесіп көреміз. Барлық жері бір келкі болып, жұмсақ болып пісіп шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.